Алматының ескі алаңындағы Әлия мен Мәншүк ескерткіштері тұрған бақта Панфилов көшесі жағында бұрын аққу кафесі болғанын, ондағы хауызда бір кезде аққулар жүзіп жүргенін қазіргі жастар біле бермес. Сол кафеде жарасқан екеуміз түс әлетінде сусындап отырдық. Күн шыжып тұр, бірақ мұнда салқын сабат, самал жел, рақат. Жарасқан көзі күлімсіреп әңгіме бастады. Ана бір жылы дәл осы үстелде сыр ашып, бір-екі досымды күтіп жалғыз отыр едім. Сайтандай сап етіп Есенғали жетіп келді. Жизақтан келіпті, тойып алған екен. Келе маған сүйкеніп тиісе жөнелді. Не жазғанымды білмеймін, тілі жаман. Неше түрлі сөз айтып, әбден жыныма тиді. Иығымнан бір-екі нұқып жіберді. Нұқыған жері ауырып қалды. Төбелесе кетейін десем, шамам келмейді. Босқа таяқ жейтін түрім бар. Алдында Аманхан екеуі жабылып, Рафаэль Ниязбеков тұрып кетті дегенде естігем. Қасындағы мен танымайтын біреу, ол да қызу екен. Бірақ қызу болса да, әйтеуір қақпайлап басқа үстелге алып кетті. Әйтпесе, Есенғалидың мен ұрғысы келіп, жұдырығы құшып тұрғанын байқадым. Қарасам, анау жердегі үстелге отырып, күжілдесіп сыр ашуға кірісті. Қолдан келер қайран жоқ. Тілі, қолы, боқтығы өтіп кетті. Не істерімді білмей, іш қазандай қайнап барады. Менің сыйласып жүрген адамымның бірі Қарақалпақстаннан көшіп келген Еділ Демеуқұлов деген ақын болатын. Милицияда істейтін. Милиция болғанда да нағыздың өзі. Попов көшесіндегі айықтырғыштың бастығы еді. Ыза буып отырып қарасам, анадай жерде автомат телефон тұр екен. Бардым да Еділге телефон соқтым. Жұмысында отыр екен. Ойбай, осылай да осылай, аққу кафесінде отырым. Ішіп алған бір-екі мас жігіттер маған тиісіп қойыр емес. Келіп соларды айықтырғышыңа алып кетіңдерші дедім. Содан орныма келіп, теріс қарап, түк болмағандай сырамды ішіп отыра бердім. Көп замай, анадай жердегі ағаштың тасасынан Еділ көрінді. Оған Есенғали отырған үстелді білдірмей, сыртынан нұсқап көрсете қойдым. Сол жерге табан астында бірнеше милиционер барып, отырғандардың қолдарын қайырып ала жөнелді. Бұларға тиіскенді көрсеттім деп, іштей қабымғанып, ашуым тарқап, Еділмен сыр ашып сайраңдап үйге қайттым. Бірақ өйтіп қыбым қанғаны бар болсын. Содан таңғы тәтті ұйқыда жатсам, құлқын сәрден есігімнің қоңырауы шар-шар етіп безілдеп ала жөнелді. Шырт ұйқыдан шошып ояндық. Жеңген есікке барып келіп, өзіңнің ақынының Шәкизада келіп тұр, қасында милиция бар, деді. Барсам, шынымен өзімнің жақын бауырым Шәки тұр. Түрі әбіржіп кеткен, қасында милиционер. Құтқаршы аға, мына пәледен құтқаршы, дейді. Не боп қалды дейім. Кеше елден Есенғали келіп, аққу кафесін шақырып, сонда сыр ашып отыр едік. Аяқ астынан бір топ милиция жетіп келіп, әй-шайға қаратпай қолымызды қайырып алды да кетті. Содан айықтырғыштан бір-ақ шықтық, дейді. Не дейді? Есенғалиді да ұстады ма? Дедім мен. Жоқ, Есенғали дәл сол кезде дәретханаға кеткен еді, аман қалды. Мыналар басқа бір жігіт екеумізді апарып жауып, әбден ұрып, түнімен иттей қылды. Енді айыпқа 30 сом төлемесең, босатпаймыз дейді. Паспортым осылардың қолында. 30 сом беріп, мені құтқарып алыңызшы, аға, дейдінім. Амал жоқ, нәзік жеңгеңнен жалынып жалпайып, 30 сом сұрап алып, Шәки інімді милициядан босатып алдым деп, Жарасқан Әбдірәшев әңгімесін аяқтады.